Саламатсыздар ма? Бүгін бізде КМС бойынша ситуационный центрге бізге индикаторлар келіп жатыр рейтингімен. Осындай участокте осындай актив, осындай участокте осындай беременный не на учете, осындай жерде жаңағы флюорозадержанный бар деген сияқты. Олардың барлығын қай жерден қалай отчетін аламыз. Именно ситуационный центрді формирование выгрузок. Осының ішіне сіз өзіңізге қажетті данныйларды тауып ала аласыздар. Осы жерге кіргеннен кейін, осы жерде төмен жақта индикаторлар тұр. Осы индикаторлардың ішінде именно қайсы керек? Доучет без онкологии, мобильное приложение. Это значит, участокте сізде неше адам бар, қаншауында мобильное приложение бар деген сияқты. Журнал заявок дейді. Полностью сізге келіп жатқан рейтингтер. Беременный стоящий на учете, беременный не состоящий на учете, переношенная беременность, диспансеризация без учета онкологии деген сияқты барлық жаңағы принятый вызов, не принятый активы деген сияқты со стационара, новорожденныйдың активтары көрілмеген, қаралмаған, барлығы списочный и санмен осы жерден выгрузка жасап ала аласыздар. Енді бұл жерде именно алдыңғы видеода фертильный возрастта біздер айтып кеттік, контрацепция именно Б группаларды болу керек. Первая Б, вторая, третья, четвертая, пятая. Осы жерден сіз көре аласыз количествосын, қанша әйеліңізде сізде контрацепция бар, қанша әйеліңізде жоқ деген сияқты. Ол не родовспоможенияның ішінде бір количество женщин, не имеющих контрацепцию. Немесе имеющий барлығында да полностью не алғыларыңыз келеді, осы жерде тақырыптарын оқып жатсаңыздар, полностью барлығы беременная роженица госпитализирована в стационар в СКВИ дейді. Қандай сізге данный керек бар? Беременная с АГ или сахарный диабет или эпилепсии, мониторинг маркеров по беременной родильницам. Именно мониторинг беременналарға келіп жатыр, переношенная беременность, болмаса беременность в стационаре, беременность смотрового кабинета, еққат әйелдер неге есепке тұрған деген сияқты. Осының барлығында басып сформировать етсеңіздер, төмен жағына міне сізге полностью отчет осы жерге шығып тұрады. В процессе, значит, әлі ол оғатыр. Завершен десе, уже сізге есептеп шығарып берді. Загрузить дегеннен кейін жоғары жаққа ол загрузка жасалады. Соған сіздерге полностью Excel вариантта береді. Сол Excel вариантқа кіріп, фильтровать етіп, именно өзіңіздің участыңызды ала аласыз. Және де осы жерде индикатордың ішінде бізге первая группа бар. Первая А группа. Женщина первой А группы. Біз енді барлық первая А, вторая, третья А барлығына не жасап жатырмыз? Мен бір нәрсені айтып, келесі нәрсеге кетіп қалдым, кешіріңіздер. Мен уже гвардиограмманы айтып жатырмын, сіздерге дайындау керектігін. Соған қарай кетіп баратыр. Ол келесі видеода жасаймыз. Енді осы жерден күнделікті жасап жатқан жұмыстарыңызды көруге болады. Выгрузка по услугам. Егер де сізде внешне направление беріп жатқан науқастардың мысалға сыртқа кетіп жатыр, скрининг бойынша пап-тест сыртқа кетеді, маммография, вторая читка сыртқа кетеді, компьютерная томография, болмаса тағы да қандай УЗИ, может быть, болмаса басқа жақтарға көрінуге жібересіздер. Именно кімді сыртқа направить еттіңіздер, соны осы жерден алуға болады. 2025 январьнан бастап деп числосын өзгертіп аласыздар и сформировать етесіздер. Сформировать еткеннен кейін ол сізге тоже астыңғы жаққа шығады. И бұл астыңғы жақта барлығы загрузканың барлығы астында тұрады. Первый, второй, қашан загрузка жасадыңыз, сол күнмен оны қайттан загрузка жасап алып ала берсеңіздер болады. Ол на всю жизнь осы жерде сақталып қалады, пока вы не очистите историю. Внешнее направлениені көрдік. Одан кейін скрининг бойынша жасаған, мысалы, енді мен основном өзім скринингпен айналысатын болғаннан кейін мен барлық сөзім бәрі скринингке кетіп қалып жатыр. Услуга отправленных в платежную систему. Осы бір айда қанша теңге дополнительно ақша жасадыңыз? Бір айды көріңіз келсе, с января қарайсыз, бірінен бастап қарайсыз.
осы айдың. Егер де сіз с января қарағыңыз келсе, тоже самый басып осылай қарай жасайып қарай бересіздер. В общем, отчеттарыңыздың барлығын осы жерден аласыздар. Қандай отчет керек? Отчеттарды қай жерден аламыз деген сұрақ болған алдында, сол себепті осы видеоны жасап жатырмын сіздерге. Выгрузка по заболеваемости, статистика по пользователям, списочные выгрузки дейді, выгрузки по услугам, по скринингу, индикатор дефектов ПМС, выгрузка по вакцинации, детство, хирургия, гепатоцентр, нефрология, урология. Қай пункт бойынша сізге керек? Выгрузка по скринингам, сельские целевые группы, мына уже қазір оны жүргізіп жатқан жоқпыз. Выгрузка по гепатиту, мысалға скрининг жасап жатырмыз гепатит биылдан бастап. Қанша адам, қанша мысалға бала да бөлек, взрослый да бөлек, первый этапына өтсе, второй этапына өтсе, екі этапына өтсе, екі этапсын осы жерден списочный выгрузка жасап, қанша адамыңыз положительный шықты Б, қанша адамыңыз С-дан положительный шықты, осы жерден выгрузка жасап қарасаңыздар болады. Жалпы отчеттарды осы жерінен аласыздар. Именно ситуационный центр, формирование выгрузок, и осы жерден полностью ала бересіздер индикаторларды. Тағда осы жерде бар отчеты дегенде, ол отчеты уже өзіңіздің тек қана определенный, мысалға, кімде ПЗ-сі толтырылды, кімде толтырылған жоқ, не приняты пациенты, солар туралы айтады бұл жерде. Список активов новорожденных, направлений, полностью статистика туралы отчеттар бұл жерде. В основном жаңағы формирование выгрузок ішінен аласыздар. Полностью мына жерде қазір мен сіздерге біреусін ашып көрсетейін. Выгрузка жасалған бағанағы, мысалға беременный әйел туралы. Ол Excel-ға барлық данный бұл жерде Excel-ға көшіріледі. Excel-ді өздеріңіз білесіздер. Мына жерде разрешить батырмасын басасыздар. Кішкене жауып қойын. Мына жерде фильтровать етіп, и өзіңіздің учаскіңізді ала аласыңыз. Бірінші участок керек деп, именно маркер несі керек? Мысалға, беременный на учете. Көресіздер, мына жерде жазып тұр 14 адам, да? Лабораториясы вне нормы, дұрыс емес лабораторияда 17 адамда астына жазып тұр. Дұрыс емес деп шықты лабораториясы. Постгестационный период дейді. 5 адамда уже постгестационный период болып тұр. Мысалға, мына жерде дата вставления маркера дейді. Маркерді қойған күн 11-4 айда қойған. Уже босанып шыққан әйел постгестационный периодта тұр дейді. Енді мына жерде барлық участокты белгілеп алып, енді өзіңіздің участокты аласыз осы жерден. Мына жерден көруге болады. Беременность, бағана айтып жатқанымен, не смотровой кабинеттен, беременность выявляемая в стационаре дейді, постгестационный период. Осы жерден алып, выгрузка жасап, әр участоктың санап, осы жерден индикаторға салып, сіздердің көрсеткіштеріңізді шығарады. Осы жерден алсаңыздар болады. Выгрузка жасап алғаннан кейін барлығы да Excel-ға түседі, айттым мен. Содан кейін әркім өзінің учаскасын осы жерден қойып, фильтровать етіп, өздеріңіз алып аласыздар. Маған керек жоқ, не надо сохранить. Енді ең бастысы сіздер числосынан қарауыңыз керектер. Январдан бастап керек па сізге, немесе осы айдыққа керек па деген сияқты. Сол. Общем, осы тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Егер ұнаса, лайк, комментарий жазыңыздар. Келесі видео қандай тақырыпта болса екен деп қаласаңыздар, сон тақырыбын жазыңыздар. Мен сіздерге сол тақырыпта видео түсіруге тырысамын. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.